Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Айзада. Бүгін мен сіздерге жеті күлшенің жасалу жолының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен біз ұнымызды дайындап алып, жылы суымыздың үстіне тұзымызды салып, ашытқымызды салып алып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей осылай ашытқымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін үстімізге жылы сүтімізді құйып, сметанамызды салып қамырлеуге кірісеміз. Бауырсағымыз әдемі болып шығуы үшін қамырымыздың илеуіне өте маңызды. Және де қамырымызды өте қатты тастай да етпей, өте қатты сұйықтай етпей етіп, орташа қылып илеп шығамыз. Илеп болған қамырларымызды көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей менің қамырларым дайын болды. Қамырларымыздың шеттерінен алып, 7 шелпекке бөліп, бір-бірдей етіп шығамыз. Біздің күлшелеріміз үлкендеу болып кеткен болса, шеттерінен алып тастаймыз. Шелпектерімізді жайып аламыз. Шелпектерімізді өте қатты жұқа, өте қатты қалың да қылмай, шеттерінің барлықтарын бір-бірдей қылып жайып алғанымыздан кейін қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Шелпектерімізді өте қатты қып-қызыл да қылмай, екі жағында бір-бірдей қылып, әдемілеп тұрып қуырып аламыз. Мінекей біздің бірінші шелпегіміз дайын болды. Әрі қарай шелпектерімізді осылай қызып тұрған отымызда қуырып ала береміз. Мінекей осылай жақсылап тұрып шелпектерімді пісіріп алдым. Шелпектерім дайын. Енді біз кішкене ғана қалған қамырларыммен бауырсақ қуырып алуға кірісемін. Мінекей осылайша қызып тұрған отымда бауырсақтарымызды пісіріп алдым. Мінекей менің 7 күлшемен бауырсағым дайын болды. Менің каналыма тіркеле өтіңіз.